Гипертиреоз. Жалпы гипертиреозды биологиядан бері оқып келе жатырмыз. Ол жақта анандай бір сурет тұратын еді, бадырақ көзді адам. Енді гипертиреозда получается бізде экзофталин деген клиникалық көрініс бар. Одан кейін олар өте мазасыз болып келетін еді. Одан кейін температуралары жоғары болып келетін еді. Одан кейін арық болып келетін еді. Осындай клиникалық көріністерін точно естерінде болу керек еді. Енді осы гипертиреоздың қазір патофизиологиясын бірге талдау арқылы жаңағы клиникалық көріністері қалай орын алғанын бірге түсінетін боламыз. Енді гипертиреоз кезінде жаңағы қалқанша безінің гормондары тым қатты артып тұратын болады. Соның әсерінен симпатоадреналды жүйе премиссивті түрде активтенеді. Яғни тікелей емес, премиссивті түрде. Одан кейін симпатоадреналды жүйе деген кезде бізге ең бірінші ойға катехол аминдар келу керек. Ол бізде адреналин және де норадреналин. Бұл катехол аминдар негізгі қызметі адренорецепторларды активтеу. Осылайша ең бірінші бұлар мысал ретінде бета-1 адренорецепторларды активтейтін болады. Бұл адренорецепторлар жүректе орналасқан рецепторлар еді. Осылайша жүрекке әртүрлі жаңағы рецепторлар активтенген кейін оларға қозғыштық береді. Осылайша біздің жүрегіміз тез жиырылатын болады. Жүрек тез жиырылған сайын жалпы организмде жүректің минуттық көлемі артатын болады. Жүректің минуттық көлемі артатын болса, онда артериялық гипертония болады. Яғни артериялық қан қысымы артатын болады. Жалпы кейін сендер осы артериялық гипертонияны өтетін боласыңдар. Сол кезде жүректің минуттық көлемі артуынан қалай артериялық гипертония орын алып жатқанын толықтай түсінетін боласыңдар. Осылайша артериялық гипертония артқаннан кейін ол ары қарай жалғасай беретін болса, ұзақ жылдар бойы, онда жүрегіміз бір уақытта шаршайтын болады. Оның құрылымы бұзылатын болады. Ол созылғыш болып кетеді. Содан созылмалы жүректің жеткіліксіздігі дамиды. Созылмалы жүректің жеткіліксіздігінен тиреотоксикалық тахикардия болады. Көріп тұрғандай міне бір клиникалық көрініске жеттік. Тахикардия. Яғни жүректің жиырылу жиілігінің тым қатты артуы. Одан кейін артериялық гипертония артатын болса, онда фильтрацияның артуына алып келеді. Себебі артериялық қан қысымы осы фильтрацияның түзілуіне әсер ететін еді. Енді ол шамадан тыс артып тұратын болса, онда бізде осы науқастарда фильтрацияның артуы орын алады. Фильтрация артқаннан полиурия дамиды. Одан кейін катехоламиндар тек қана бета-1 адренорецепторларға ғана емес, және де альфа-1 адренорецепторларды да активтейтін болады. Бұл адренорецепторлар қан тамырларында орналасқан. Осыған орай қан тамырлары адреналиндерді сезіп, ол жақта вазоконстрикция орын алады. Вазоконстрикция, яғни қан тамырларын тарылатын болады. Қан тамырлар тарылғаннан кейін шеткері қан тамырларының препятствиясы артатын болады, яғни ОПСС артады. ОПСС артқаннан гипертония орын алады. И ары қарай дәл жаңағы процестерді одан бетер өршиді. Одан кейін симпатоадреналды жүйе премиссивті түрде активтенген кейін ас құрту жүйесі бұзылатын болады. Себебі ас құрту жүйесінің бізде негізінен қоздыртып отыратын ол парасимпатика еді. Бірақтан көріп тұрғандай, бұл жақта антагонист симпатоадреналды жүйе активтеп тұр. Осылайша енді бізде ас құрту жүйесінің бұзылыстары дамитын болады. Себебі олар тупа қоза алмайды. Одан кейін бұзылыстарын алып келген кейін моторика нашар болады. Моторика нашар болғаннан кейін тамақтар ішектерде қалып қалады. Енді осы жақта кейбіреулеріне сұрақ болуы мүмкін, моторика деген не деген сияқты. Моторика дегеніміз ас құрту жүйесінің ағзалары бұлшықеттері жиырылу арқылы тамақты қорыту, сіңіру деген сияқты, және де басқа келесі бөлікке өткізуін қамтамасыз ететін еді. Бірақтан моторика нашар болғаннан енді тамақтарын жылжуы және сіңірілуі дұрыс орын алмайды. Осылайша тамақтар ішектерде қалып қалады. Одан кейін ол тамақ ішекте тұрғаннан кейін
ол осмостық қысымды туғыздырып тұр. Осмостық қысым туғызып тұрғаннан кейін ол сол жаңағы қасында жатқан жасушалардан суды өзіне қарай тартады. Себебі су всегда қай жақта осмостық қысым көп, сол жаққа қарай тартылады. Осылайша осмос көтеріліп, бізде науқастарда осмостық диарея артатын болады. Ал біз есімізге түсіретін болсақ, диарея кезінде жаңағы фекаль мен электролит те бірге шығып кететін болады. Ал электролиттер олар әрине организмде көптеген қызметтерді атқарып, басқарып, одан кейін контролировать етіп отыратын еді. Одан кейін ас қорыту жүйесінің тағы да бір қызметі ол әрине витаминдерді және де минералдарды сіңіру еді. Осылайша енді ол ас қорыту жүйесі бұзылып тұрғаннан витаминдер, темірлер сіңіріле алмайды. Осылайша гипертиреозда кейбір жағдайларда анемияда кездесе алады. Енді келесі гипертиреоздың тағы да бір несіне өтейік. Яғни қалқанша безінің гормондары артатын болса, олар зат алмасуды арттыратын болады. Зат алмасу артқанда, яғни ол көмірсулар, липидтер, белоктардың артуы, то есть ыдырауының артуы орын алатын болады. Осылайша көмірсулар көптеп ыдырағаннан қанда глюкоза артатын болады. Ол глюкоза тоже полиурияға алып келе алады. Бұның себебі, егерде қанда глюкоза артатын болса, онда осмостық қысым артатын болады. Ал егерде осмостық қысым артатын болса, ол жаңағы фильтрацияның артуына алып келеді. Фильтрация артатын болса, онда әрине полиурия дамитын болады. Яғни күніне 1,5-2 литрден аса көп дәретке отыру болып келеді. Кіші дәретке. Енді заттардың алмасуы артқаннан еще и липолиздардың артуы орын алатын болады. Осылайша гипертиреоз кезінде біз жаңа видео басында айтып кеттім, негізгі клиникалық көріністердің бірі ол салмақ жоғалту еді. Осылайша липолиз артқаннан олар арықтайтын болады и осылай салмақ жоғалтатын болады. И салмақ жоғалтқаннан олар аппетиттің артуына алып келеді. Бірақтан ол әрине бәрібірде зат алмасу тым қатты артып тұрғаннан салмақты ары қарай жоғалтай береді. Одан кейін бізде жалпы глюкоза, одан кейін липидтердің артуынан басқа еще и белоктардың ыдырауы орын алатын болады. Белоктар ыдырағаннан протеолитикалық теріс азот артатын болады. Яғни осылайша амин қышқылдар қанда артады. Ол амин қышқылдар ең соңғы ыдырау өнімдері ол бізде аммиак пенен мочевина. Осылайша аммиак пенен мочевина қанда артқаннан олар бізде орталық жүйке жүйесінің бұзылыстарына алып келеді. Себебі аммиак, мочевина дегендерде оларда азот тобы бар. Ал азот ол оңай түрде гематоэнцефалды барьерден өте алатын болады. Одан кейін олар майда жақсы еритін болады. Осылайша миға өте оңай түрде доступ алып, сол миды зақымдайтын болады. Ми зақымдалғаннан осы мазасыздыққа алып келетін болады. Одан кейін жалпына мазасыздыққа тек қана орталық жүйке жүйесінің бұзылысы емес, одан кейін симпатоадреналды жүйеде алып келеді. Себебі катехоламиндер мазасыздыққа, қозғыштыққа шақырта алады. Енді гипертиреоз кезінде тотығудан фосфорлану ажырайтын болады. Ол енді дегеніміз не? Егер тотығу ол фосфорланудан ажырайтын болса, вроде көріп тұрғандай зат алмасу артып жатыр, бірақтан бәрібірде организмге АТФ төмен болады. Себебі бұл заттардың барлығы ыдырағанмен де АТФ-тің түзілісіне емес, энергияға кетіп қалатын болады. То есть энергия емес, жылуға кетіп қалатын болады. Осылайша термогенез артады. Осыдан тотығудан фосфорлану ажырады и организмде науқастарда АТФ төмен. Егерде АТФ төмен болатын болса, онда гипоксия орын алатын болады. Осы жақта бір затты еске түсіріп кете салайын. Гипоксия деген қандағы оттегінің аз болуы емес,
Жалпы мынау жасушаларға энергияның жеткіліксіздігін айтатын боламыз. Осылайша АТФ төмен гипоксия болады. Гипоксияны енді как-то компенсировать ету үшін анаэробты гликолизді алады. Себебі анаэробты гликолиз кезінде энергия қажет емес. Осылайша анаэробты гликолиздің хоть и энергия алғанмен де, бірақтан ол жақта организмде аралық заттар қалып қалатын болады. Ол мысал ретінде лактат, кетон денелері. Лактат пен кетон денелері аралық зат ретінде қалып қалғаннан кейін олар pH-тың төмендеуіне алып келеді, яғни ацидозға. Осылайша бұл жақта бізде метаболизмдік ацидоз дамып жатыр. Метаболизмдік ацидоз ол тоже орталық жүйке жүйесінің бұзылыстарына алып келе алады. Одан кейін компенсаторлы механизм ретінде организм ойлайды, қазір мен СО2-ні көптеп шығарып жүрсем, онда мен pH-ты теңгере аламын деп. Осылайша тыныс алу жиілігі артады, яғни гипервентиляция. Ары қарай өте берейік. АТФ төмен болатын болса, енді жаңағы айтып кеткендей, бүкіл мынау заттардың ыдырап жатқаны энергия емес, жылудың өндірілуіне кетеді. Осылайша гипертирозбен ауыратын науқастар, олардың температуралары жоғары болады, яғни 37 мен 38 Цельсий градуса. Тіпті одан да ары қарай көтерілуі мүмкін. Осылайша оларда температура артып тұрғаннан, олар жылуды көтере алмайды, себебі итакта олар жылы болып тұр. Одан кейін өте қатты мынау тершенді болып келеді. Енді мынау көріп тұрғандай бүкіл клиникалық көріністерін түсіндіріп шықтық. Мысал ретінде не үшін мазасыз болып келетінін, одан кейін не үшін жаңағы температура жоғары болады деген сияқты. Енді бір ғана сұрақ бар. Экзофталн не үшін дамып жатыр? Яғни науқастардың бадырақ көзі қалай пайда болды деген сияқты. Бұның себебі гипертиреоз кезінде глюкозамин гликандардың жергілікті синтезі артып кететін болады. И бұлар бізде көздің артындағы осмостық қысымды арттырып жүретін болады. Осмостық қысым артқаннан кейін именно көздің артында, онда сол осмостан как-то қашу үшін енді бізде көздер алды қарай жылжып, экзофталн дамиды. Одан кейін экзофтальнан ары қарай конъюнктивит, диплопия деген сияқты асқынулар дамуы мүмкін. Жалпы гипертиреоз бізде осы. Келесі гипотиреоз. Осы гипотиреозды бізге қазір түсіну оңайырақ болады. Бұның себебі дәл жаңағы гипертиреоздың керісіншесі деп те айтсақ болады. Енді биологияны тағы да еске алатын болсақ, гипотиреозды бізде еще миксидема ауру деп айтатын еді. Осы миксидема неден шыққанын тоже қазір түсінетін боламыз. Енді гипотиреоз кезінде бізде симпатоадреналды жүйеге теріс әсер ететін болды. Мысал ретінде жаңа бізде гипертиреоз ол саж жүйесін примитивті түрде арттыратын болса, онда гипертиреозда керісінше оны түсіреді екен. Осылайша саж жүйесі теріс әсер еткеннен кейін енді катехоламиндерге сезімталдық төмендейтін болады. Осылайша бета-адрено рецепторлардың активтілігі төмендейді. Осылайша бета-адрено рецепторлар бізде негізінен қозып отыру арқылы жүректің желу жиілігі артатын еді. Бұл жақта енді қозғыштығы төмендегеннен жүректің желу жиілігі төмендейтін болады. Осылай жүректің желу жиілігі төмендейтін болса, гипотонияның дамуына алып келеді. Гипотония орын алатын болса, ол бізде гипоксияға алып келе алады, яғни соның ішіндегі циркуляторлы түріне. Енді бұл қалай? Жалпы бізде осы артериялық қан қысымы 120-80 болып отыруының арқасында бүкіл ағзаларды қанмен қамтамасыз етіп отыратын еді. Бірақтан, егер де ол төмен болатын болса, онда қанның ағысы баяулап, немесе тіпті бара алмай қалып, кейбір тіндерге қан жеткіліксіз баратын болады. Осылайша, қан жеткіліксіз баратын болса, онда значит оттегі де бара алмайды. И осылай тіндерде оттегінің жеткіліксіздігі дамып, гипоксия дамитын болады. Гипоксия дамитын болса, онда жаңағы жасушаларда АТФ төмен болатын болса,
әртүрлі мынау терінің құрғауына, одан кейін тырнақтың сынғыштарына и мынау терінің бозаруына алып келеді. Еще терінің тері, одан кейін тырнақтағы патологияларға еще мынау гипотонияда алып келе алады. Одан кейін гипотиреоз кезінде зат алмасу төмендейді. Яғни жаңағы көмірсу, липид, белок дегендердің ыдырауы аз. Осылайша енді қанда глюкоза төмен, осыған орай гипогликемия дамиды. Одан кейін липолиз төмендеуінен семіру дамиды. Себебі липолиздің дұрыстап отыру арқылы керек емес тісіндегі майларды ыдыратып отыратын еді. Енді олар ыдырамайды. И осылайша майлар қалып, адамның семіруіне алып келеді. Одан кейін жаңағы белоктар ыдырамағаннан оң азоттық баланс орын алатын болады. Осылайша белоктардың синтезі бұзылады. Белоктардың синтезі бұзылатын болса, онда муцин артып кетеді. Муцин артып кеткеннен олар дәнекер тіндерінде жиналып қалады. Дәнекер тіндерінде жиналып қалғаннан кейін бұл муциннің бір жаман шеті, ол су мен натрийді өзіне тарта алатын болады. Осылайша бұл жақта бізде ісіну сияқты бір процесс орын алатын болады. Бірақтан миксидема мен ісінудің айырмашылығы, мысал ретінде ісінуде былай пальпациялайтын болсақ, ол былай өз орнына ұзақ уақыт келетін болады, ал миксидемада ол пальпациялайтын болсақ, как будто ешқандай өзгеріс болмай жатқан сияқты болады. И осыдан именно муциннің артуынан адамдарда миксидема көрінісі болады. Дәл осыған байланысты гипотирозды еще и миксидема ауруы деп айтады. Одан кейін дәнекер тіндері тек қана осы теріде ғана емес, басқа да мүшелерде жиналып қалуы мүмкін. Соған орай асцит дамитын болады. Одан кейін гидроперикард дамитын болады. Перикард деген ол жүректің сыртынан қаптап тұратын қапшық еді. Одан кейін гидроторакс дами алады. Бұл жаңағы гидроторакс дегеніміз мынау өкпедегі судың жиналуы. Осылайша гидроперикард жиналатын болса, онда диастолық дисфункция болады. Яғни диастола процесі дұрыс жүрмейді. Осылайша диастола дұрыс жүрмейтін болса, ол жүректі зақымдайтын болады. Солай жүрек зақымдалатын болады, себебі ол шамадан тыс қызметті атқарып жатыр. Осы суға қарсы оған қысым түсіп тұр. Сол қысымды как-то күресіп жеңіп шығу үшін ол шамадан тыс жиырылатын болады. Ал егер де осылай ұзақ жылдар бойы шамадан тыс жиырылай беретін болса, бір кезде оның құрылымы бұзылады. Құрылымы бұзылғаннан созылмалы жүректің жеткіліксіздігіне алып келеді. Ең соңында бұның ең жаман асқынуы жүректің тампонадасы. Тоже кейін өтетін боламыз. Одан кейін гидроторакс кезінде енді біздегі мына өкпеде дұрыс газдың алмасуы жүрмейтін болады. Осыған байланысты гиповентиляция орын алатын болса, онда тіннің гипоксиясы дамиды. Тіннің гипоксиясы дамитын болса, онда газдық ацидоз дамиды. Одан кейін гипотиреоз кезінде моторика төмендейтін болады. Осыдан іштің қатуы дамиды.